Жатар төсек орныңыз осылай сынып кеткен болатын болса, мынандай шеттер ашылып кеткен болатын болса, үй жағдайында қалай жасау керек екенін қазір көрсететін боламын. Алып тастаймыз, міне. Осы тұрғанда мына шпонды қайтадан салу керек болады. Себебі астынан мынаны салғанда, мынаны жоғары қарай көтереміз. Сол кезде мына осы жерге тірелу керек. Қазір мебельді көлденеңнен қойып қойды. 3 шуруп болса жақсы. 2, 3, 4. Мынау бұрышы. Ортасы керек емес, өйткені белдемесі бар. Мынау салмақ көтереді. Бұл үлкен салмақ көтереді. Ортаңғы белдемесі бар, үлкен салмақ көтереді. Арасы жақсы. Жиі емес. Осылай жиі болмағаны жақсы. Сосын мына екінші шеті. Жіберіп қоятыны мынау себептен. Өйткені кішкендей ғана осы сынып кетеді төмен. Сіз жері мебельдегі осы. Жанынан тесудің қажеті жоқ. Астан қою керек. Мына жері майысқан болатын болса, былай алып, мына кейін қарай майыстырамыз. Мынау түзеледі. Жетеміз. Үстін, астын тазалап аламыз. Оның кепкенін күтеміз. Басынан жақсақ болады. Бір рет басамыз үстін. Басымыз барлық жерге тиді ма, тимесе, болғаннан кейін кішкене күтеміз. Тез тап қалады сонда. Аламыз да. Обезжирительмен сүртіп. Енді осы кепкеннен кейін мынаны алып тастаймыз. Одан кейін воздухпен осылай шеттерінен өтіп, бетін тазалаймыз, қырып. Бетіне отыру керек болады. Басында фреза деген нәрсені аламыз. Осылай тексеріп көреміз. Сонда ол білінбей кетеді. Салып көреміз бүйтіп. Аламыз. Бар ма? Бар. Клей, значит, тиіп тұр. Клей кеппей тұрып, жай. Өте жай. Осылай сүртіп жіберсеңіз болады. Клей кепкеннен кейін тағы да бір сүртіп аласыз. Дәл осы воздухты аласыз да, былай жаға бастайсыз міне, жектеріне. Жаға бастасаңыз, осылай кете бастайсыз. Осы жанында тұрған белдеме ол да қозғалып сынып кету қаупі бар. Сол себептен осындай специальный сверло, сосын конфермат дейтін осындай шуруп бетіне осындай кішкене заглушка сатылады. Түсі сәйкес келеді. Осылай жабысады. Міне енді қорқпай шыға беруге болады. Егер де осылай жасап қойсаңыз, бұл үлкен салмақ көтеретін болады міне. Осы жері мына реставрация жасалған белгілер. Сапалы бітуі үшін осындай құрал сайман керек болады. Обезжириватель керек, угольник керек, қалың түрі. Мынаның жұқа түрі де бар. Бұны пайдаланбаймыз, алып тастаймыз. Шуруп, скотч бумажный, конфермат, каналды клей. Мүмкін болса тағы да қосымша клей алсаңыз болады. Әдемілік үшін пайдаланатын липучка жапқанға және воск.